Армысыздар. Эфирде агросектор. Бағдарлама алдында барша қазақстандықтарды бүгінгі тұңғыш президент күнімен құттықтаймыз. Шығарылымды ауыл шаруашылығы саласының басты жаңалықтарымен жалғастырсақ. Қазақстанда органикалық өнім егу шаруасы жақсы қарқын алып келеді. Саланы дамыту үшін саяси бағытта да бірқатар өзгерістер орын алды. Органикалық өнім өндіру туралы заң жобасын Сенат бірауыздан мақұлдады. Қазіргі уақытта құжат елбасының қарауына жіберілді. Органикалық ауыл шаруашылығы бүгінде әлемнің 160 мемлекетінде белсенді түрде дамып келеді. Қазақстанда бұл саланың экспорттық әлеует деңгейі өте мықты. Ең алдымен бұл жер ресурстарымен байланысты. Қазақстандағы егістік және пайдалы жерлердің 90% экологиялық таза және химикаттармен уланбаған. Осы жерлерді біз айналымға енгізсек, әлемдегі өзге елдер Қазақстанның таза экологиялық өнім шығаратындығы жөнінен хабардар болады. Бүгінгі күні елімізде экокәсіпорындар саны көп емес. Күріш, бидай және рапс өсімдіктерінің органикалық егістік алқабы 133 мың гектарды құрайды. Органикалық өнімдерді өндіру туралы заң экологиялық ауыл шаруашылығы саласында жасалынған алғашқы қадамдардың бірі. Құжат Қазақстанның халықаралық органикалық өндіріс жүйесінде толық құқықты мүше атануына мүмкіндік береді. Құжат органикалық өндіріс пен өнімді сертификаттау жүйесін құруға негізделген. Сонымен қатар заң аясында мемлекеттік бақылау жүйесі қалыптасатын болады. Ол халықаралық нарықта маңызды орын алады. Яғни мемлекет өз өндіретін жоғары сапалы өніміне кепілдік береді. Сонымен қатар тауарды маркалау мәселесіне қатысты өзіндік талап бар. Органикалық өнім өндіру туралы заң жобасын парламент сенаты қазан айының соңында мақұлдады. Қазіргі уақытта аталмыш құжат мемлекет басшысының қарауында. Заң өз күшіне жарты жылдан кейін енеді деп болжануда. Оңтүстік Қазақстан облысының егістік алаңдары толығымен жиналып бітті. Өңірдің биыл ауыл шаруашылығы саласында қандай көрсеткіштерге ие болғандығы туралы алдағы материалда. Оңтүстік Қазақстан облысында ағымдағы жылдың 10 айында 300,4 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндірілді. Ол өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 12,6 миллиард теңгеге артық. Астық өндіру саласы бойынша Қазығұрт көш бастап тұр. Ал мақта өндіру саласында Шардара нағыз мақталы аймақ саналатын Мақтааралдың өзін артқа тастапты. Бірақ аталмыш аудан күріш егістігінен биыл рекорд орнатты. Бәйдібек пен Созақта мал шаруашылығы саласы жақсы дамып келеді. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жағынан Ордабасы ауданы алдыңғы орында. Бір өзекті мәселе бұл заманауи техниканың тапшылығы. Шағын фермелердің әрбірінің жеке трактор немесе комбайн алуға шамасы жете бермейді. Сондықтан әрбір ауданда сол жердің ауыл шаруашылығы саласының ерекшелігін ескеру керек. Ол үшін біз осы келесі жылы машина тракторлық станциялар ашатын боламыз, МТС. Келер жылы 2 ауданда пилоттық жоба іске асырылатын болады. Жыл басынан бері 722 мың гектардан астам жерге суға тиген. Нәтижесінде облыс елімізде өндірілген мақтаның 100, жүзімнің 70, бақша дақылдарының 64%-ын жиған. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда мейлінше жоғары. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің субъектілеріне 5 миллиард теңге көлемде субсидия берілмек. Инвестициялық субсидиялау бағдарламасы аясында қазақстандық аграрларға 4 миллиард 900 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінбек. Қаржыландыру Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніне бағытталған инвесторлар шығынын 20-дан бастап 80%-ға дейін қайтарады деп болжануда. Что предполагает под собой возмещение? То есть инвесторлар шығынын қайтару, яғни қуаттылығы жоғары өндіріс жұмыстарына арналған техникалар мен құрылғылардың құнын бөліп қайтару дегенді білдіреді. Осы орайда маңызды шартта айта кеткен жөн. Субсидиялау барысында сатып алынған техникалар мен құрылғылар бұрын соңды пайдаланылмаған, яғни жаңа болуы тиіс. Бағдарламаға агроөнеркәсіп кешенінің 18 бағыты енгізілген. Мәселен, мал шаруашылығында техника бағасының 50% субсидияланады. Сонымен қатар егістік алаңдарын суаруға арналған инфрақұрылымның 80%-на қолдау көрсетілмек. 2015 жылдың қазан айындағы жағдайға сай 1420 өтініш мақұлданды. Әзірге айтарымыз осы. Агросектор бағдарламасын сонымен қатар 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Жер байлығын қадірлей білейік.